Сәлем достар, біз кешегі демалыс күні саябаққа бардық. Лесная поляна деген достарымыздың шақыруымен, отбасымызбен, балаларымызбен барлығымыз барып, керемет күн өткізіп келдік. Басында жақсы көңіл күймен шыққанбыз. Папамыз магазиннен балаларға керек заттар алып келіп жатыр. Өзіміздің қаламыздың ішінде, осы Талдықорған қаласында осылай тез жетіп алдық. Сағат қанша ерте жетіп алыппыз. Біз елдер кешігіп келді ма, біз бірінші барып алыппыз. Балалар басында жақсы қуанып жүрген, сосын бұлар тез жалығады ғой. Біз бұл жерге негізі күзде келіп едік қой, естеріңізде болса, күзде сап-сары болып тұрған. Сол адам көп екен, машиналар өте көп, пробка, орын жоқ. Әрең кірдік. Жаңағыдай симайды, тар мына жер, машина қаптаған. Сосын бір орынды тауып жайғастық. Мына жігіттің туған күні, ата-анасы кішігірім той жасап жатыр. 4 бауыры бар артында. Сол осылай. Негізі бұл монтажды күнді жасағам. Дауыстарын авторский права деп өшіріп, озвучкамен жасап отырмын. Осындай сірне дайындап жатыр жігіттер. Біз танымайтын да достары бар екен. Ата-аналары, аға жезделері, ұлдың жаңа баласының достары келді. В общем, барлығы бала-шағамен, біз де бала-шағамызбен өте көп адамдар болды, кісілер болды. Мына жерде дайындалып, стол жасап жатыр қыздар. Амандасып жатыр, қонақтар келіп жатыр. Айналамыздың барлығында, анау палаткалардың барлығында біз сияқты кісілер, жаңа біреулер туған күн тойлап жатыр, музыка. Беседка, да? Это мы. Қыздар дайындалып отыр. Салат-малаттар жасап. Вечеринка басталайын деп жатыр. Қонақтарды күтіп тұрған кез. Мына қыздар, мама жүр, мама анда барамыз, мама мұнда барамыз. Сен менің қолымнан ұста, көтер, су ішем. Балалармен жүрсең солай жүрдік. Енді барып отыра қалайын десем, біресе біреу сүйреп кетеді, біресе біреу жүр деп. Качелияға таласамыз барған соң. В общем, улап-шулап түсте ұйықтайтын еді бұлар. Ұйықтаған жоқ. Сосын осылай жүріп ешкім келген жоқ. Өзіміздің таныс достарымыз келмей. Балалар да жалығып кетті, осылай қуаласып, жүгіріп, Альбина құлап, аяғы қанап, жылап. Сол бұлардікі. Сосын бір жерге шықсаң да проблема, шықпасаң да проблема. Күшті, мына жер маған өзіме өте қатты ұнады. Арне уже мазасы болмай, не істеп қалды түстен кейін. Достармен де ойнамай қойды. Қыздармен де осы жерлерде қуаласып, жылап қалып жүрген. Осылай. Сосын качелияға не істеп жүр мұнда. Күшті, мына жер негізі әдемі. Өзің барып, или балалар өзімен өзі жүрсе екен. Альбина Лёба жерден гүл тауып келеді. Барлық жерден Лейла қайда кеткен десек, екі ағаштың арасына кіріп тұр ғой, өзі жаным. Көк деп ойнадық осы жерге келіп. Сосын негізі видеода, фотода барлығы күліп, күшті ойнап жүрген сияқты болады. Аттағы жылап, айқайлап, шулап, қуаласып, сөйтіп жүрегеміз ғой. Сол тағы да гүл тауып, Альбина маған көрсетіп жатыр. Достарымыз әлі келіп жатыр. Біздің танитындарымыз келген жоқ. Сол мен аналарды ойнатып жүрмін. Тамақ
жасап жатыр ұлдар, жігіттер. Сөйтіп күшті демалып қайттық. Баруға болатын жер. Қыдырыңыздар, шығыңыздар, үйде отырмаңыздар. Үйде отырғанша осындай жерде жақындарыңмен әдемі күнді өткізген күшті ғой негізі. Если кедергілер болмаса, сол мыналар гүлін алып келді, жапырақтарды алып келді. Балалар ойнап, секіріп, барлығы балалар риза. Тамаққа дайындық жасап жатыр. Пицца, балалар қарындары ашып, пицца жейм, су ішем, сок ішем. Мама, туалетке барамын. Сөйтіп жүрген, солай жүргенбіз. Кетіп баратып көршілердің бәрін түсіріп кеткесін ғой. Кім не істеп жатыр деп. Бопалар көп екен, коляскалар көп екен. Бұлар тоже шашлык дайындап жатыр, тамақ жасап жатыр. Барлығы керемет демалып жүр. Балалар таласып жатыр качеляға. Тамақтың дәмдеуіштерін, тұздарын қосып жатыр. Сол, осылай жүрдік. Мұнда танымайды екен мына қыздарды. Басқа достарының әйелдері екен. Олар тоже кішкентай балалары бар барлығында. Ағаштар сондай ұнап тұр. Өзім қашып кеттім балалардан. Енді отырсам, артымнан бәрі қуалап келді. Сосын көрші поляға өтіп кеттік. Мына жер ғой біздің күзге келген жеріміз. Арне айтып жүр, мама біздің келдік, тығылып ойнаған Альбина екеуі. Осылардың ішіне кіріп, ол кезде шторлары болған жоқ. Мына жерде жастар, мектеп балалары или студенттер күшті тойлап жатыр екен. Осындай нелер көп бұл жақта да. Береза, аққайыңдар қандай әдемі, мына жерде. Вау, деп қуанып жүрсем, аналар менің қолымды ұста, менің қолымды ұста деп қыздар таласып, жылап, дұрыстап видеода түсіре алмай қалдым. Качеля ұшырып, біраз ойнадық. Бұлар кішкене ойнайды, сосын ойнағысы келмей қайтамыз. Альбина қайтып кетеді. Біреуі қайтпайым дейді. Ақырын жүреді Лейла. Сол, осы жерде біраз ойнадық. Күшті, тып-тыныш музыка болып жатыр айналада. Барлығы біз сияқты нелерде демалып жатыр. Тоже мындай чуть-чуть үлкендеу балалар екен. Бізде кішкентай балалар көп еді. Мына жақта барлығы өздері өсіп қалған, өзімен өзі жүреді. Біраз осылай видео түсірейінші десем, аналар жылап, таласып, не айтарымды білмей қалдым. Дұрыс видео түсіре алмай қалдым. Сол, сосын аналар качеля, айтқандай мына жерде басқа үлкен қыздар болған. Альбина мен ұшам деп, олар тұрғызып жіберіп, Альбинаны отырғыздым. Осы аналарды видеоға түсіріп, давайте Арни сен мені түсірші деп түсіріп жатсақ, Альбинамыз кетіп қалды. Лейла да міне кетіп бара жатыр. Алысқа кетіп қалған ғой олар. Альбина өзі кетіп қапты. Сосын саған алыс мына жер негізі. Өздері қалай кетті деп, кісі көп, адасып кетпесін деп екеуміз кеттік. Арни жүгіріп кетіп қалды ертерек. Сол, Лейла екеуміз асықпай келгенше, олар папасын тауып ап, качеляда ұшып жатыр екен. Біз келіп едік қастарына, папасы барлығы маған тастады да өзі кетіп қалды. Сол, осы жерде ұшып, осы үлкен екен, көршілердің несі, качелясы, осы жерде ұшып. Киімдерімізді алуға келсек, тура біздікіндей машина неге ашылмайды десем, келесі екен ғой біздің машинамыз. Сол, тамақ дайын болып жатыр, шашлык дайын болды. Қыздар кіреміз, балаларға тамақ береміз деп. Көршілердің де тамақтарын түсіріп кеткесін ғой. Шалтасын ішінде түсіріп шықпайсың ба деді, алдым. Қыздар тағы да ойнап жүрміз. Альбина мынау не деп сұрап жүр гүлдерді. Олар неге ашылмайды деп. Олар кішкене өсу керек деп айтып жатырмын да. Топ ойнадық.
Лялюська таласып кетті. Осы жерде де мен тебем деп таласып жылап, екі қыз өтірік жүр, олар ұйқылары келіп шаршап ерте тұрып алады ғой бұлар еще. Сол Альбина ренжіп кетті ма, екеуміз қалдық. Анау жерде біздің адамдар, біздің достардың қыздары. Қыздар неге бір-бірімен ойнамайды дейм. Вот шашлик 4-5 партия пісірді ғой дейм. Өте дәмді болды, күшті болды. Индира, Матгераина, көп балалы ана. Күшті, барлығымыз отырдық. Балаларымызға тамақ беріп, міне біздің достарымыз Қарлығаш келді. Біз танитындарымыз, мыналарды танымаймын. Сосын үлкендер тілек айтты. Жаңағы Қарлығаштың бопасы, 4-шісі. Көтеріп алдым, күшті, тәп-тәтті екен. Сүйіп ағасын ғой. Біздің балаларымыз мама ол кім деп. Мен бопам ғой десем, мама сенің бопаң қайда деп жүр ғой. Мен көтерем, сүйем деп қолын ұстап, олардың барлығы түсіре алмадым, көтеріп жүрген соң. Сол, осы жерде качеляға келе береміз, көршілердің качелясына. Осы качеля ұнап қалды, келіп отырып кетеміз. Осы жерге сүйреп келе береді, қыздар жүр деп. Осылай отырдық, осы жерде келіп. Ар жағымызда Ерсак компаниясы Қазақстан мен Түркияның жалауларына іліп тұрып дайындалып жатқан күндіз. Оларда сірне жасап жатыр екен. Мына жерде келінім деді ғой дейм, сол құда енесі ма, солмен әңгіме айтып отырдық. Солармен мына жерде басқа көршілеріміз кәдімгідей шоу жасап жатыр ғой, арқан тартысып, неше түрлі ойындар ұйымдастырған екен. Біраз көріп тұрдық, балалармен келіп. Қолымда жаңа бопа бар. Бір қолымда бопа көтеріп, бір қолымда түсіріп жүрмін. Сүйем деп таласып жатыр. Бұлар қайта келіп, мен көтерем деп. Ол бізден бұлардан қашып. Өзі бопа ұстап жүр ғой. Жатырқады ма, мамасын іздеді ма, қарны ашты ма. Осылай жүрдік. Біздің балалар олар танымағаннан дұрыс ойнамады ма, өздері өстіп бөлек ойнағысы келді. Качеляда ұшып біраз. Лайла қорыққан екенін алып алдым. Осы кезде көтер деп ұйқысы келді. Соң көтеріп жүріп едім, көтеріп отыр едім, ұйықтап қапты, қолымда отырып. Тамақ пісті, сірне келді, солай тілек айтып, шай ішіп, тамақ жеп, балаларға беріп отырмыз. Осы кезде ғой дейм, мен жаңа Лайла қолымда көтеріп отырғам ғой, міне ұйықтап жатыр. Көп ұйықтаған жоқ, кішкене ғана ұйықтап алды, оянып кетті шумнан. Қарлығаш, барлығымызда бөпелеріміз бар. Мамама барам деп жылап жатыр. Біз папасына берсек, папасы бізге береді. Өздері қашып кетеді. Мыналар тамақ жемеймін деп, ет жемеймін деп, печенье жеп отыр екен. Папамыз су алып келіп берді бізге. Каухар досымыз кола ішем деп отыр. Қарлығаш. Біз ерте қайтып кеттік. Арни мазасы болмай жатам деп, температурасы шығып. Сосын қайттық. Олар қалды барлығы. Машина әлі де көп екен. Сол үйге келіп қарасақ, Арнидің тамағы ісіп кеткен екен. Ангина шыққан ғой. Қайттық. Әдемі, күшті жер, баруға болады. Жақсы демалға болады. Бұлай біз ерте барып қойдық та, кешке дейін жүрдік, 5:30-6-да қайттық қой дейм. Осылай Альбина гимн айтып келе жатырмын да, мен Қазақстаным деп. Нұр мазасы болмай, настроениесі болмай отыр мына жерде. Сосын
осылай қайттық үйге. Папамыз балаларға бірдеңе болса сразу оның да көңіл күйі бұзылып үндемей қалады. Тоже қайтқысы келіп, түк қызық болмай. Мен жаңа қыздарға енді қосылған едім, неге мені алып кеттің деп ренжіп отырмын ғой. Люська қошақан айтып жатыр. Жаным, сол. Біз мұнда үйге жетейін деп қалдық. Жақын жерде магазиндеміз. Лайк басып, комментарий жазып,